Сенбі күні облыс әкімі Ғали Есқалиев Орал қаласындағы бірқатар нысанды аралады. Оның ішінде ұлттық бірыңғай тестілеу өтетін пункттердің дайындығын назарға алып, көшелерді жөндеу жұмыстарын бағамдады. Сондай-ақ тұңғыш президент алаңында болып, одан әрі жайластыру жайын талқылады. Бұл бағытта жастардың, мамандардың ой-пікірін тыңдады. Ұлттық бірыңғай тестілеу облыс бойынша 9 жерде өтуде. Мектеп түлектер үшін маңызды емтихан қарсаңында өңір басшысы Ғали Есқалиев облыс орталығындағы тестілеу пункттерін аралады. Жай-күйімен танысып, түлектер үшін қолайлы жағдай жасауды тапсырды. 24 болады 25 апелляция, а 26 второй день, 27 апелляция, все на 2 дня. Екі күн ішінде 1057 түгел, по плану, ол қанша өтеді? Бәрі бір аудиториядан өтеді ме? Жоқ, 8 аудитория. Тек түлектер емес, сондай-ақ ата-аналардың жағдайы да назардан тыс қалмауы тиіс деді облыс әкімі. Өткен 3 сағаттық емтихан біткенше қаншама адам аптабыстықта аяғынан тік тұрып күтеді. Сондықтан олар ғимарат ішіне немесе арнайы орнатылған шатырларда орналасады. Ғали Нәжмеденович, бір бала келеді, оның қасында папасы, мамасы, әжесі, атасы бәрі мына жерде үйіліп жүреді. Қараңыз, балдар кіргенде ата-аналармен сыйластық жоқ, ол жағынан да инструкция жібердік. Бүгін сағат 3-те госкомиссияның отырысы болады. Тілектестік, қарым-қатынас болу керек. Балдарға, ата-аналарға ешқандай түсініспеушілік болмасын. Кісілеріңіз дұрыстап сөйлесіңіз. Ата-аналар үшін, балдар үшін өте маңызды кезең. Экзамен тапсырулар алаңдамау керек басқа нәрселерге. Тек сабақты дұрыс тапсырса, емтиханды болды. Жақсы. Бір апта бұрын облыс әкімі Орал қаласындағы көше жөндеу жұмыстарына зер салған еді. Оның барысында мердігерлерге бірқатар тапсырмалар берілді. Атап айтқанда, құрылыста жергілікті материалдарды пайдалануға басымдық беру, жаяу жүргіншілер жолын салғанда азаматтардың тұрғын үйлерге кедергісіз өтуін қамту, инженерлік желілерді тартуды жеделдету сияқты міндеттер қойылды. Тұңғыш президент алаңында аймақ басшысына жастар өкілдері жолығып, өз ұсыныстарын жеткізді. Олардың пікірінше алаңда айнала жүгіру жолағын төсеу осы аумақтағы жұртшылықтың тілегі. Осы орайда жастар құрылысқа қажет қаржыны жинауды өз мойнына алмақ. Негде бегать. И это вообще... Мына айналада жүгіретін жер жоқ. Жастар бұл үшін орталық саябаққа барады. Алаңда айнала жүгіру жолағы салынса, егес болар еді. Біз өз кезегінде құрылысқа қажет қаржы жинауға атсалысамыз. Облыс әкімі қала басшылығына аталған жобаны қарастыруды тапсырды. Бастысы халықтың серуен құрып, демалуына кедергі жасалмауы тиіс. Үш аймақтан тұратын алаңда тұрғындардың тынығу үшін бар жағдай жасалған. Алаңда абаттандыру, соның ішінде көгалдандыру әлі де жалғасады. Бұл жұмысты қайтадан Жасұлан Флора серіктестігі қолға алмақ. Бұған дейін де осы алаңға көшет отырғызып, гүл еккен компания өкілдерінің мәліметінше, жоба 2 ай ішінде дайын болады. Астанада адам шақыртып қойдық. Осы бейсенбі күні келеді специалисттер, которые непосредственно будут заниматься по созданию концепции жөнінде. И ол жігіттер келеді да концепциясын не қылады, и одан кейін барып привлекать етеміз адамдар Москвадан. Ученыйлар бар специально бізбен жұмыс істеп жатқан уже 7-8 жыл болды ол кісілердің патрульдеушілер жұмыс істеп жатқан. Осы жерде тоже осы бизнеспен айналысатын кісілер бар. Солармен бірігіп бір жақсы идеялары болса, конечно. Тек қана бізден шықпайды ғой идея. Бірлесіп ақылдасып, жолдарға дейін қалатын концепция болғаннан кейін жақсылап істеген дұрыс қой. Бұл істе компания Жайық таза қала серіктестігімен бірлесе жұмыс істемек. Қазіргі таңда коммуналды кәсіпорын гүл өсіру үшін аумағы 2000 шаршы метр болатын жылыжай құрылысын аяқтай келді. Өз кезегінде екі ұсыныста облыс әкімінің қолдауына ие болды. Өйткені мұндай оң бастамалар облыс орталығын көркейтуге бағытталып отыр. Рауан Дали, Дастан Бижанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.